Мен Ақнұр Азатқызы Алматы менеджмент университетінің Шымкент және оңтүстік өңірлік төрайымы. Бүгін PreMBA бизнес-трек бағдарламасы жайында айтып өткім келеді. Бағдарламаның негізгі мақсаты қатысушылардың іскерлік ой-өрісін дамыту арқылы өзгерту. Бағдарлама бизнес иелеріне, сондай-ақ компанияның ішінде стратегиялық рөл атқаратын мамандарға бағытталған. Жүсіпбек Аймауытов ағамыздың айтатын сөзіне сүйенетін болсақ, сабақ беру ол жай ғана үйреншікті шеберлік емес, ол жаңаны талап ететін өнер. Бизнес білім саласында өзгерісті талап ететін тұтынушы, біздің тұтынушылар ол біздің түлектер, және де қазіргі осы білім алып жатқан біздің тыңдаушылар. Түлектермен және тыңдаушылармен қарым-қатынасты байланысты сақтап келе жатқан біздер менеджерлер. Олардың кері байланысын ескеріп, мансап жолындағы нәтижелерін бағалайтын бағдарлама. Мен Есботаева Құралай Ормановна, Арнұр кредит компаниясының Сарыағаш аудандық филиалы директорымын. Біздің филиал құрамында 14 бөлімше бар, 40-қа жуық қызметкер жұмыс жасайды. Біздің филиал 4 аудан бойынша қызмет атқарамыз. Менің міндетім жоспарлау, талдау жүргізу, бақылау жасау және команданың нәтижелі жұмысын қамтамасыз ету. Бизнес-трек оқыту бағдарламасы маған басшылық ойлау, қаржылық талдау, көшбасшылық және эмоционалдық интеллект бағытында үлкен тәжірибе берді. Ең бастысы негізгі мақсатқа фокус қойып, екінші факторлерге алаңдамай, шешім қабылдағанда жүйелі ойлауды дағдыландырды. Компанияның өмірлік циклі туралы тақырып маған маңызды болды. Компания гүлдену мен тұрақтылық балансын сақтайтын болса, онда дамуды ары қарай жалғастырады. Тұрақты деңгейде қалып кететін болса, онда компанияның өсуі тоқтайды. Бұндай жағдайда көшбасшы жаңа идеялар ұсынып, дамудың жаңа жолдарын табуы тиіс. Алынған білімді біз күнделікті жұмысымызда пайдаланамыз. Өйткені микроқаржылық ұйымда қаржылық талдау, баланс, есептерді оқу негізгі құралдар болып табылады. Сонымен қатар командамен жұмыс жасаған кезде көшбасшылық басқару, эмоционалдық интеллект ол команданың арасындағы ішкі коммуникацияны жақсартуға өз әсерін тигізді. Нәтижесінде 2024 жылы филиал 12%-ға өскен болса, 2025 жылы филиалдың ішіндегі отделениялар 30-50%-ға өсім көрсетіп, филиалдың жалпы пайызы 29%-ға өсті. Бизнес-трек оқыту бағдарламасында алған білімдерімізді бөлімшелерді дамытуға пайдалану арқылы қол жеткіздік. Менің есімім Алишер Абамслимов. Мен Арнұр кредит ұйымының Сайрам аудандық филиалының директорымын. Біздің командамызда 40-тан астам несие сарапшылары мен бөлім басшылары жұмыс атқаруда. Мен филиалдың күнделікті жұмысыны ұйымдастыруға, жоспарлау мен бақылауға, команда тиімділігі және негізгі көрсеткіштердің орындалуына жауаптымын. PreMBA бизнес-трек оқу бағдарламасы бойынша мен 4 негізгі модуль бойынша білім алдым. Кәсіпкерлік ойлау және басқару, қаржылық талдау, келіссөздер және коммуникация, көшбасшылық және эмоционалдық интеллект. Бағдарлама барысында кәсіби біліктілігімді кеңейтіп, заманауи басқару және көшбасшылық дағдыларын меңгердім. Әсіресе келіссөздер жүргізу стратегиялары мен конфликт жағдайларını тиімді шешу тәсілдері күнделікті жұмысымызда үлкен көмегін тигізіп отыр. Жалпы көптеген тренингтер мен оқуларға қатысқанмын, бірақ бұл бағдарламаның бір ерекшелігі материалдың құрылымы түсінікті және тәжірибеде бірден қолдануға ыңғайлы болды. Алынған білімді мен қазір жұмысымда белсенді қолданамын. Мысалы, процестерін жоспарлау мен құрылымдау үшін интеллект карталарды, соның ішінде X-Mind қосымшасынан көп пайдаланамын. Бұл құрал ойды жүйелеуге, жоспарлауға және командалық жұмысты ұйымдастыруға көмектеседі. Сонымен қатар, қызметкерлердің дұрыс мотивациялау, тұрақты кері байланыс, тапсырмаларын нақты беру және дедлайндарын бақылау арқылы жоспарланған мақсаттарымызға жеттік. Нәтижесінде 2025 жылға қойылған несие портфелінің өсу жоспары 105%-ға орындалды. Несие портфеліміз 46%-ға орындалды, ал клиенттер саны 30%-ға көтерілді. Осы көрсеткіштердің арқасында 2025 жылдың қорытындысы бойынша компанияның ішінде бірінші орынды алдық және жылдың үздік филиалы атандық. Біздің мақсат процестерін дұрыс құрып, тұрақты өсімді қамтамасыз ету. Мен Орынбек Нұрсұлтан Байжанұлы, Арнұр кредит микроқаржылық ұйымында Ордабасы аудандық филиалының директоры болып жұмыс атқарамын. Маған қарасты Түркістан облысындағы 4 ауданымыз, яғни Ордабасы, Бәйдібек, Созақ және Арыс аудандарында 8 бөлімшеміз жұмыс жасайды. Осы аудандарда орналасқан 8 бөлімшенің жұмысын басқарамын. Қазіргі таңда 30-дан астам несие маманы, бөлім басшылары командада жұмыс жасайды. Сол команданың жұмысының жауапкершілікпен атқарылуын, жақсы жүруін бақылап отырамын.
Бизнес трек оқыту бағдарламасынан кейінгі мен үшін ең маңызды өзгерістердің бірі ол өмірлік құндылықтардың қалыптасуы болды. Тренер Әнуарбек Төлепбайдың бір ойы мен үшін ерекше әсер етті. Ол жаңағы мақсаттардың, жоспарлардың орындалуына бірінші әсер ететін фактор ол өзіміздің денсаулығымыз екендігі. Денсаулыққа жауапкершілікпен қарау ол өз командамыздың алдындағы жауапкершілік және компания алдындағы да жауапкершіліктердің бір бөлігі деп санаймын. Сонымен қатар психология және конфликтология тақырыптары да кеңінен қамтылды. Сол тақырыпқа сай коллектив ол семья емес, команда деген түсінік пайда болды. Әр адамның өзінің жұмысына деген жауапкершілігі міндетін толық атқару тиіс. Достық қарым-қатынасы жұмысқа кедергі келтірмеу керек деп ойлаймын. Осы қағидаларды мен әріптестерімнің арасында жұмыс барысында қолданып, әріптестеріме түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, қолдана бастадым. Жақсы тиімді әсерін беріп жатыр. Нәтижесінде команда ішіндегі ұйымдастық пен түсіністік айтарлықтай жақсарды. Бұл оқыту маған басшы рөлін жақсы атқаруға, жауапкершілікпен қарауға және де командамен жұмыс жасауды терең түсіндірді. Қазіргі таңда алған білімімді күнделікті жұмыс барысында пайдаланып келемін деп толыққанды айта аламын. Бағдарламаны үздік жүргізетін тәжірибелі бизнес тренерлер, нарықтың талабын ескеріп, заманауи әдістермен бөлісетін тәлімгерлер. Яғни оқытуға салынған қаржы өзінің нақты көрсеткіштер арқылы ақтайды. Бүгінгі бәсекелі нарықта бизнес тірегі дұрыс ойлайтын команда.